Сіздермен өте жұмсақ және де дәмді болып шығатын, өзімнің жұма сайын жасайтын шелпегімнің рецептіне бөлісемін. Видеоның соңына дейін қарап, менімен бірге жасап көріңіздер. Міне біздің шелпегімізге көп заттар кетпейді, тек қана жылы сүт, қант, тұз және де ұн қажет болады. Ыдысымызға жылы сүтімізді құйып, үстіне қантымызды, тұзымызды салып, ерігенше араластырып аламыз. Шелпегіміз жақсы көтерілу үшін мен үстіне шым-шым қопсытқыш қосамын. Енді үстіне ұнымызды салып, қамырымызды жақсылап тұрып елеп аламыз. Еленген қамырымызды тыну үшін біз 10 минуттай қойып қоямыз. Біздің қамырымыз дайын болды. Енді бір басамызда шелпегімізді жасауға кірісеміз. Әркім өз қалауы бойынша жасайды. Мен тек өзімнің жасайтын рецептім бойынша сіздермен бөлісіп кеткенді жөн көрдім. Мен шелпектерімді осындай жұқа етіп жаямын.
Міне барлығы дайын болды. Енді тез арада майын қыздырып, шелпектерімізді пісіріп аламыз. Міне біздің шелпектеріміз жұқа болғандықтан майда көп ұстаудың қажеті жоқ. Екі жағын аунатып тез-тез пісіріп ала қоясыздар. Біздің шелпектеріміз қатпайды, жұп-жұмсақ, өте дәмді болып шығады. Осы рецептпен жасап көріңіздер, сіздерге ұнайды деген сенімдемін. Ас болсын.